серілік деген сөздің түпкі мағынасы қандай? Қазір біз серілік деп қалай түсінеміз? Ол қыз келіншектерге бару, ойнас жасау. Сері жігіт дегенде ол да тағы да мынау богемаға жақын, сондай бір жігіттерді, еркектерді түсінеміз. Артистігі басым, әйелдерге жүргіш, сондай еркектер. Бірақ сері ол өте көнеден келе жатқан ұғым. Оның түбірі мынау шерік, янычар деген, жаңа шерік деген, әскер деген мағынаны береді. Едіге Дариғұлұлы Тұрсынов, біздің ұлы фольклорист ағамыз, 60-шы жылдары дәлелдеп жазды. Ол сол тас дәуірінен келе жатқан құбылыс. Ол ең таңдаулы әскерлер, жауынгерлер бірігеді екен, бір құпия одақтар құрады екен. Мынау рудың әскер бір бөлек, батыр басқаратын, серілер олар басқа, ол руға қарамайды, олар осылай бір-бірін жау болса да құрметтеп, бір құпия одақ құрады екен. Сонда серілер қандай болады? Олар біріншіден көрікті болады, өте ер жүрек болады, олар соғыс өнеріне әбден жетілген. Сосын ол көбінесе ақсүйек, бай болады, өйткені олар жүрген жерде жомарт болу керек, кәдімгідей сыйлық беріп, солай. Сосын олар өнерлі болу керек, өнерін көрсету керек. Ахан сері, Тәтімбет сері сияқтылар. Сондай болған ғой, соғыс бола қалса, олар бірінші боп соғысқа, жауға шабатын әскер. Және жауға шапқанда, олар өмірде, олар мынандай ала бажақ жібек киіммен жүретін еді. Әрқайсы өзінше бір фасон шығарады. Әйелдер, қыз келіншектердің киімінен фасон мата ала қалады, балалардікінен. Мысалы, үкі тағу содан шыққан ғой, негізі балаларға үкі таққан ғой. Ересек ер адамдар үкі тағу, ол сол серілердің әдеті. Әрқайсы өзіне бір фасон табатын еді. Мысалы, 20 метрлік ақ жібек шарф тағып, сонымен жүрет, шарфы сүйретілет артында. Сондай ешкім ол шарфтан аттамау керек. Сондай дүниелер ғой, соғысқа барғанда да олар сол жібек киіммен бірінші боп жауға шабады. Сонда басқа әскер, мыналар жібек киіммен шапқанда, біз не қорқамыз деп, олар да артынан ілесіп шабады. Соның үшін олар камикадзе сияқты, сонда соғыстан аман шыққан осындай сал серілерді ел көтеріп, еркелететін еді, оларға көп жеңілдіктер болды. Сонда олардың өмірі сондай болды. Соғыста осылай бірінші боп соғысқа кіреді, ал аман қалғандар бейбіт кезде ауылдарда аралап, ән айтып, сайран құрып, қыз келіншектермен күліп ойнап, солай жүре береді екен. Ал кейін 19-шы ғасырда бодан болғанда оларға қару асынуға рұқсат жоқ, соғысқа қатыса алмайды. Сонымен олар артистік богема деп сондай пікір қалыптасқан. Сосын мынау жаңадан шыққан элита, шиновниктер, олармен күресе бастады. 19-шы ғасырдың екінші жартысының тарихын қарасаң, ілгі осындай әнші, күйшілер абақтыда отырады, каторгаға кетеді. Өйткені олар өзін еркін ұстап үйренген, өздерін бұрынғы вольности дейді ғой, олардың привилегияларын бергісі келмеді. Ал патша өкіметі және осындай патша заманда байыған элита солармен күресті да. Ал біздің заманымызға келгенде серілік тіпте мағынасы жұтаң болып кеткен ғой, ойнас жасайтын жігіттерді айтатын болды. Сондай, айтпақшы, басқа халықтарда фени деген ирландықтарда осыған ұқсас құбылыс бар. Оларда ең таңдаулы жауынгер, сонымен өнер адамдар, бай ақсүйек жомарт адамдар. Және де тынық мұхита кейбір аралдарда ұқсас ариой деген ұғым құбылыс болды бұрынғы заманда.